сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Әуезов «Көксерек әңгімесі». Оқу мақсатымыз әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау. Мұхтар Әуезов қазақтың ұлы жазушысы. 1897 жыл 28 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында дүниеге келген. Атасы Әуез мен әкесі Омархан да қатты таныған сауатты кісілер болған. Әуез бала күнінен Абай өлеңдерін сүйіп оқып, жаттап өскен. Мұхтар Әуезовтің шығармалары Еңлік кебек пьесасы, Қарагөз, Айман Шолпан, Қобыланды, Тасбілек сынды озық драматургиялық шығармалар бар. 4 томдық кітаптан тұратын Абай жолы роман эпопеясы бар. Қараш-қараш оқиғасы, Көксерек, Қилы заман повестері бар. Және де іздер, білекке білек, шатқалан, бүркітші әңгімелері бар. Көксерек әңгімесі 1928 жылдың желтоқсаны мен 1929 жыл қаңтар айында Ташкентте жазылып шықты. Көксерек тақырыбының жазылу себебін Жұбайы Валентина былай деп еске алады. Мен бірде 1929 жылдың күнтізбелігін сатып алған болатынмын. Сол күнтізбелік Мұхтардың жазу үстелінде жанында тұратын. Сол күнтізбелікте белгілі суретшінің салған суреті бар еді. Қысқы түн, қар жамылған деревня, түнгі жорықта шыққан қасқыр суреті бейнеленген. Осы сурет Мұхтардың бала күнгі аңшылардан естіп өскен әңгімелерін еске түсіріп, осы Көксерек әңгімесін жазып шықты. Көксерек әңгімесіне балалар қысқаша сіздерге түсіндіріп өтейін. Бұл шығармада табиғат пен адамның қайшылықтарын жазушы Көксерек пен және Құрмаш арасындағы байланыстармен шебер суреттеп бейнелеген. Табиғаттың заңдылығына қайшы шыққан адамдар қасқырлардың апарына мекеніне шабуыл жасайды. Сөйтіп, кішкене қасқырдың бөлтірігін ауылына әкеліп, ауыл тұтқын еткісі келеді. Оны Құрмаш асырап алып Көксерек деп оған ат қояды. Ол Көксерек үшін әжесінің қасына жатпай, әжесінен бөлек жатып, Көксеректі өз жанына алып жатады. Ол Көксерекке 2 мезгіл тамақ беріп, Көксеректің жағдайын жасап, тәрбиелеп баптайды. Бірақ Көксерек ауыл иттерімен тіл табыса алмайды. Ауыл иттері оған өш болады. Көксеректі Құрмаш қанша тәрбиелеп, қанша жағдайын жасап баулыса да, ол бостандықты аңсайды. Яғни, оның өз ортасы бөлек қой, бостандықты аңсайды. Көксерек өсе келе бұрынғыдай емес, оның мінезі өзгере бастайды. Бірде Құрмаш Көксерекке тамақ беріп жатқанда, ауыл иті оған таламақшы болады. Бірақ ол әдеттегідей иттен қорқып қашпай, керісінше оған шабуыл жасайды. Осы оқиғадан кейін көп ұзамай, 2 күннен кейін ауылға қасқырлар шабады. Сол қасқырлармен ілесіп, Көксерек те орманға кетіп қалады. Құрмаш және ауыл балалары Көксерек деп әрең шақырып алады. Бірақ Көксерек көзі қорқынышты, оны әкесі байқап, мынау өз қанын, өз тұқымын сезген екен. Кәпірдің көзі жаман болып кетіпті. Мұның сойып, керсін алып алайық деді. Бірақ бала Құрмаш оған көнбейді. Бірде Көксерек содан көп ұзамай ауылдан болып кетіп қалады. Қыс мезгілі аш болып тамақ іздейді. Ауылға келіп малға шабайын десе, ауыл иттері оны жолатпайды. Сол кезде Көксерек алғаш рет айға қарап ұлиды. Яғни қасқыр екенін сол кезде сезінеді. Оның даусынан естіп, бір қасқыр келіп, екеуі орманға қарай кетеді. Сол 2 қасқыр ауылға қалай шабуыл жасап, шығын келтіреді. Яғни ауыл малдарын, қойлар, жылқы, түйелерді алып кетіп отырады. Ауыл адамдарының барлығы сол 2 қасқыр туралы айтып жүреді. Бірде қойшы ауырып қалып, Көксерек қой бағуға көмекке шығады. Сол кезде қойларға қасқыр шабуыл жасайды. Көксерек қасқырға қарсы жүремін деп, аттан құлап түседі. Оған
bir қасқыр шабуыл жасайды. Қараса, оның құлағындағы енінен танып қалады, ол көксерек екен. Ол көксерек деп әлсін ғана дауысын шығарып, жүріп кете барады. Ауыл адамдары итпенен көксеректі іздеп, бір сайдың түбінен тауып алып, көксеректі бауыздап апасына алып келеді. Құрмаштың апасына алып келеді. Құрмаштың апасы менің баламның не жазығы бар еді деп қайғыдан құса болады. Балалар, мен енді Абайдың бір шумақ өлеңімен осы ойымды түйіндеп кетейін. Шырасырақ ететтім, ол балтырымды қапты. Мылтық беріп, атуды үйреттім, мерген болып, мен атты демекші. Құрмаш, қанша рет оған тәрбие беріп, тамақ беріп, қанша тәрбиелеп болса да, қасқырдың қолынан, яғни көксеректің қолынан ол қаза тапты. Ал көксерек қанша мейірімділікті сезінбесе де, Құрмаш көрсеткен мейірімділікті сезінбей, оған қастық жасады. Оның себебі неде балалар? Әңгіменің басында мен айтып өттім ғой, ауыл адамдары қасқырдың мекеніне барып шабуыл жасаған еді. Сол кездегі ол қасқырдың ішінде қалып кеткен ыза кегі болатын, балалар. Ал енді балалар осы көксерек фильмінен кішкене үзінді көрейік. Әже бөлтірікті қараш. Құдай-ай, бөріде мал жинайын дедің бе? Көзін ашпаған бөлтірік қолға тез үйренеді деп Қасен ағам айтты. Қоя бер балам. Қасқырдың қорған болған естісем құлағым керең болсын. Тілімді алсаң қоя бер. Бұл шіркін бауырын көтермей жатып азуын көрсетеді. Онда өзі бадып өсіне. Тірідей сыдырам терісін. Үйреніп кетеді қоя Қасен аға. Үйренбей қайда барады. Оның бәрі өзіңе байланысты. Сүт әкеле қойш. Міне өсті-өсті саған үй салады. Үйге үйренеді. Жылы-жылы сөйлегенде жыртқышта түсінеді. Қатығына тисең, қай жыртқышта қасқыр болып шыға келеді. Қайырымды қолға хайуан да құл. Оның рас балам. Ат қойдың ба? Көксерек деп қойдым. Солай ма? Анал көзін тұрғаның итінен бастап ауыл иттеріне қырғидай тиіс екен. Қарағым-ай, мына жөтеліңнің түрі жаман екен. Емденбесең асқынып кетіп жүрер. Жалғыздың жаны олжа жатып қалма. Тауда ыстық бұлақ бар деуші еді. Соған барып түсіп көр, бәлкім шипасы тиер. Сәті түсі көрерміз. Кішкене мәліметтер алдық, Балалар, шығарманың жанры қандай екен? Балнұр айта ғой. Шығарманың жанры әңгіме. Әңгіме, дұрыс айтасыз. Ал шығарманың идеясы айта ғой. Көтерек. Идеясы бізде адам мен табиғаттың бір-біріне қайшылықтары туралы сипаттап көрсеткен. Жарайсыз. Шығарманың жазылуына не себеп болды? Айта ғой олжас. Жұбайы Валентиннің күнтізбе сатып алуы, ол күнтізбеде суретіне байланысты, және де Мұхтар Әуезовтің бала кезден өз естіп келе жатқан аңшылық әңгімелері. Жарайсыз. Енді балалар, келесі біз бірінші тапсырманы орындайық. Яғни, Вен диаграмма арқылы көксеректің ауылдағы өмірі мен тағылық өмірін салыстырыңыздар. Яғни, тағылық дегеніміз ол сырттағы өмірі. Дәптерге осы мүмкінді жазып, осы жұмысты орындаймыз. Балалар, тапсырманы орындап болдық қой, Кім оқиды? Жарайды, Зейнеп оқи қойшы. Көксеректің ауылдағы өмірі. Көксеректің ауылдағы өмірі, яғни ол әлгі құрмашқа бағынышты және соларын тамақ алып және сол жерде иттерден қорлық көріп, сол жерде өмір сүрді. Ал оның тұрғылықтағы өмірі, оның еркін және де өзінің ортасында, өзінің және де өздерінің туыстарындағы еркін өмірі жайлы айтылған. Жарайсыз.